Жалпы құрметті әріптестер, бүгін біз сіздерге мынадай бір сұрақ қойдық Telegram чатымызда. Яғни сұрақтың мәтіні былай: сіз бір жылда неше әріптесіңіздің сабағына қатысасыз? Бәлкім ол ашық сабақ болуы мүмкін, немесе жай ғана қалай айтамыз, әріптестік осындай сабағына қатысу деген осы нәрселер болады. Сұрақ қойған болатынбыз, және де жауаптар болды. 30-дан көп сабаққа қатысамын, бізде 8% мұғалім осы жауапты берген екен. Яғни бұл деген менің ойымша өте керемет көрсеткіш, өте мен көріп таң қалдым. Ол жауапты күткен жоқпын, бірақ дегенмен чисто теоретически қоя салған едім. Бірақ та 8%-дан 8% жақсы көрсеткіш. Бәлкім ол кісілер сондай методист болар, бәлкім тағы басқа болар. Ал егер жай мұғалім болып, онда осылай 30-дан көп сабаққа қатысса, онда өте керемет. Ол деген сөз аптасына бір рет қалай да мүмкіндігін тауып, әріптесінің сабағына қатысады деген сөз. Егер де мысалы кейбір кездерде болады, кабинет сол мұғалімдікі, сол кабинетте қаласа да қаламаса отырады, солай болса, енді саналмайды. Мен қойған сұрағым ол арнайы барып қатысады деген ойды негіздеген болатынбыз. Тағы да 8% 20-30 сабаққа қатысам, яғни сол аралықта примерно деген сөз. 23% 10-20 сабаққа ғана қатысам деген бір жылда. Келесі 31%, яғни ең көп жауапты 5-10 сабаққа қатысам деген екен. Ал 15% 0 мен 5 сабақтың арасында, және де 0% мүлде қатыспаймын. То есть ол жауапты да біз чисто теоретически қойдық, бірақ та сенген жоқпыз. Яғни ондай мұғалім жоқ шығар, который әріптесінің сабағына қатыспайтын. И ең соңғы жауап: қатысқым келеді, бірақ мүмкіндік жоқ деген жауапты қалдырған екен, 15%. Міне осындай бір көрсеткіштер болды. Құрметті әріптестер, жалпы бұл сұрақты не үшін қойдық? Себебі өздеріңіз жақсы білесіздер, ұстаз болғаннан кейін біз методикаға, жалпы әртүрлі сабақта қолданатын амалдарға, жалпы пәндік білімге, бұл біздің күнделікті бізге ауадай қажет нәрселердің бірі болғандықтан осы сұрақты қойдық. Және де мен өзіме келетін болсақ, мен шамамен 23%-ның қатарындамын, яғни 10-20 сабаққа қатысамын. Негізі одан да көп сабаққа қатысуға мүмкіндік бар негізінде, бірақ та енді кішкене өзімізден болып жатады, көбінесе қатыса алмай жататынымыз. Енді естеріңізге сала кетейін, біз осы сергіту сәті, жеке жұмыс, топтық жұмыс деген бөлімдер бойынша уже сөйлестік. Осы бөлімдерді қалай тиімді ұйымдастыру керек деген тақырыпта сөйлескен болатынбыз, ал бүгін міне оқыту бөлім бойынша сөйлесетін боламыз. Сіздерге осы вебинардың бастамасы ретінде бір әңгіме айтып берейін. Жалпы әңгіменің тақырыбын ауыспалы мағына деп қойдым. Бұл оқиға мен Астана қаласында жұмыс істеп жүрген кезінде, халықаралық бакалавриат деген мектепте жұмыс істегем. Сол жерде жұмыс істеп жүрген кезде болған еді. Мен негізі өзім сабаққа қатысам деп жаңа айттым, бірақ та маған көбінесе осы өзімнің пәнім емес, яғни жаратылыстану бағытындағы пәндер емес, көбінесе мына гуманитарлық пәндерге қатысқанды жақсы көрем. Мысалы, қазақ тілі қалай оқытылады екен, елімізде тарих пәні қалай оқытылады екен. Себебі өзім бала кезімде осы пәндерден көп нәрсе күткенмін, бірақ өкінішке орай көп нәрсе алған жоқпын, но осы пәндер маған қатты ұнайтын. Сол бір сабаққа қатысқан әріптесіміздің, тоже ашық сабақ, онда ештеңе емес, просто әріптес ретінде қатысқан болатын. Сол кезде ол төменгі сыныптар болды, шамамен 7-ші немесе 8-ші сынып. Сабақта мынадай тақырып өтіліп жатты: бастауыш, баяндауыш, сосын жаңа пысықтауыш, анықтауыш. Жалпы осы нәрселерді белгілі бір сөйлем ішінен табу керек. Осындай тақырып өтіп жатты. И сөйлем ретінде ұстаз мақал-мәтелдерді қолданып жатты, әртүрлі мақал-мәтелдер. Сөйтіп, сол бір сөйлем ретінде мына бір мақалды тақтаға жазылды, яғни интерактив тақтадан көрсетілді. Мақал былай айтылады: 30 жасында орда бұзбаған, 40 жасында қамал бұзбайды деген. Әр кезде әртүрлі айтылады, енді шамамен білесіздер бұл мақалды. Осы мақал қойылды, осы жерден бір нәрсені табу керек болады оқушы. Сөйтіп, оқушылар жасап жатыр, и бір оқушы тұрады, и мынадай сұрақ қояды ұстазына. Ұстаз, яғни мұғалім, или апай, ағай, орда дегеніміз не дейді? Орда дегеніміз не деген сұрақ қойды сол текстке байланысты.
И мұғалім тұрды да түсіндіре бастады. Орда дегеніміз жаңағы сол кезде хандар болған, сол хандардың отыратын жері, иә, то есть былай айтқан кезде крепость деп енді өзінің несімен түсіндіріп жатыр ғой сабақ. Сол кезде оқушы жоқ дейді, апай мен оны сұрап жатқан жоқпын. Мен орда деп, яғни ол жалпы ауыспалы мағынада қолданып тұрғанын білемін осы жерде. И сол ауыспалы мағынада қолданып тұрған не себепті қолданып тұр, яғни нені білдіреді орда деген, яғни мен орда бұздым десем, значит мен не істеген болып саналам деп сұрақ қойды. Менің ойымша бұл деген прям идеальный сұрақ оқушы үшін, тем более 7-ші сыныптың оқушы үшін өте керемет сұрақ, өте оның сыни тұрғыдан мықты ойланатын, көрсететін сұрақ болып табылады. Неліктен олай? Себебі оқушы реально ол просто сөзге акцент қойып жатқан жоқ, ол жалпы мағынаға акцент қойып отыр, иә. И мұғалім тұрады да түсіндіреді. Енді орда бұзу дегеніміз жаңағыдай отан алдында борышын өтеу, сосын жаңағы отбасын дұрыс құру, анау мынау деген сияқты өздігінше түсіндірді, бірақ та оқушының көзінен байқалды, что ол жауапқа қанағаттанған жоқ. Кейіннен ол оқиға бітті, әйтеуір мен ол сыныпқа сабақ бермейтін едім, бірақ кейіннен бір сол оқушыны кездестірдім мектепте. Замена болды ма, то ли тағы бір жерде кездестірдім. Сөйтіп сол оқушымен әңгіме осы теманы қозғадым, яғни неліктен сол кезде сол сұрақты қойдың и не жауап алғың келді деген. Осындай сұрақ қойдым. Вот сол кездегі мен алған жауабым вообще ол менің былай айтқан кездегі қазіргі педагогикаға деген көзқарасымды кішкене болсын өзгертті. И оқушы былай қойды. Я мен ол сұрақты қойдым и шынымен де қанағаттандырар жауап алған жоқпын дейді. Неліктен? Себебі ол жерде нақты айтылып тұр дейді, бала айтып жатыр, 7-ші класстың баласы, сол одан точно үлкен емес, максимум 8. 30 жасында деп біріншіден жас аралығын көрсетіп жатыр, то есть уақытпен бұл жерде ограничены. Екіншіден орда бұзбаған деп нақты бір істі бітіргендігіне меңзеп тұр дейді. Енді мысалы профессия бойынша алып қарайтын болсақ дейді, мысалы, допустим, спортсмендерді алып қарайық, бір боксерді айтты, қандай екені есімде жоқ, допустим, Головкин, то есть мағынасы жоқ. Головкин, егер де ол 30 жасына дейін белгілі бір поясты алмаса, яғни там WBA бар ғой, әртүрлі версиялар, содан чемпион мира болмаса, болды, 30 жастан кейін оған поздно. Неге? Себебі оның жаңағыдай уже денсаулығы физически уже не позволяет. Өйткені ДНК-лар бар, олар шаршайды, адам шаршайды, или одан жас молодой спортсмендер өсіп келе жатыр деген сияқты. И оған уже поздно дейді да. Вот 30 жасында осындай істемесе, 40 жасында значит ана істей алмайды деп айтады. Ал енді кейбір профессияларға келсек дейді да, и маған обратно сұрақ қойып жерді. Сіз мысалы мұғалімсіз, мұғалім үшін 30 жасында не істеу керек, чтобы орда бұзды деп санау үшін дейді. Негізінде вообще идеальный сұрақ та, ол оқушының мен өте таң қалдым осындай сыни тұрғыдан ойлауына. И өзім қатты ойланып қалдым. Шынымен де педагогикада мен мұғаліммін, и сіздер қазір егер де мүмкіндік болса чатқа жазыңыздар, вот мұғалім үшін 30 жасында орда бұзу деген не? То есть өйткені мысалы былай айтсақ, допустим, директор школы. Директор школы адам болады 30 жасында да, 40 жасында да, 50 жасында да, 60 жасында да болады. То есть оған жасқа қарап қойған ештеңе жоқ. Егер де жақсы сабақ беру десек, ол уақытпен өлшенетін нәрсе емес. Келісесіздер, өйткені адам 20 жасында да мықты сабақ бере алады, 30 жасында да мықты сабақ бере алады, или 60 жасына дейін дұрыс сабақ бере алмауы мүмкін да. То есть бұл уақытпен тоже шектеулі нәрсе емес. Сол сияқты айтады, кейбір, яғни менің түсінгенім, кейбір профессияларда уақытпен шектеулі емес. То есть и вообще уақыттың маңызы жоқ. Кез келген уақытта жақсы істеу мүмкін или жаман істеу мүмкін. Немесе қалай айтсақ болады, жаңа орданы кез келген жас аралығында бұзу мүмкін деген сияқты ғой. Вот жалпы осындай бір жағдай болды да, и осы нәрсе мен үшін прям вот қай жағынан алып қарағанда да өте керемет ситуация болды да педагогикадағы. Өйткені мен түсіндім сол кезде, что вот мен мысалы 7-ші классымда осы нәрсеге басым жетпейтін еді. Осы нәрсені мен ойлана алмайтын едім никак. Вот, и вот осы жағынан да менің былай айтқан кезде ойымды өзгертті. Осы нәрсені тоже ойланып көріңіздер, там чатқа жазыңыздар, егер өз жауаптарыңыз болса. Енді бұл историяны не үшін қозғадым? Жалпы шынымен де ойлап қарайтын болсақ, осы жерде Абай атамыздың өте керемет сөзі бар. Қара сөзі бұл. Қара сөзінің бірінші сөйлемі, міне қазір мен тақтаға көрсетіп тұрмын. Біздің қазақтың дейді мақалдарының көбінің іске татырлығы да бар. Іске татымақ түгіл не құдайшылдыққа, не адамшылыққа жармайтұғын да бар дейді.
Вот, егер тіл мамандары болса, айта кетіңіздер, қай сөз екен. Вот осындай, иә, то есть бағанағы оқушының былай айтқан кезде айтқан сөзінің кішкене де болсын осы Абай атамыздың сөзімен салыстыра отырып жаны бар деп айтуға болады. Неге? Себебі Абай атамыз осы қара сөзінде, құрметті әріптестер, жалпы бұл 29-шы қара сөзі болған, өте көптеген қазақтың мақалдарын атап айтып кетеді да, которые мағынасы жоқ деп өзі танып тұрған, иә. Олар мысалы жарлы болсаң арлы болма деген сөзін, вот немесе сол қара сөздің ішінде тағы да айтады, қалауын тапса қажынады деген, иә, бұл тоже дұрыс емес мақал екенін. Немесе даже былай айтады, сұрауын тапса адам баласының бермейтіні жоқ деген сөзді барып тұрған Құдай ұрған сөз дейді да. То есть осындай сияқты, иә, өздеріңіз оқып көрген болсаңыздар, Абай атамыз 29 сөзінде де осы нәрсені кішкене бір подтверждать етіп тұрған сияқты. Құрметті әріптестер, егер микрофон керек болмаса, өшіре салсаңыздар болады, себебі бізге эхо болып кішкене дұрыс естілмей тұр. Жақсы, рахмет. Енді ары қарай кеттік. Жалпы қазір мен сіздерге бір кішігірім видео көрсетейін, иә? И ол видеоны сіз бәлкім көрген боларсыз, бәлкім көрмеген боларсыз. Ал егер көрген болсаңыз, осы видеоны сіз осыны көрген сәтте не ойладыңыз деген сұрақты мен сізге қазір обратно қоятын боламын. Так, сонымен видеоны бастайық. Zoom топтық бейне байланыс бағдарламасы қазақстандықтар үшін қауіп төндіруі мүмкін. Вирустық инфекция басталғалы әлем бойынша аталмыш қосымшаның танымалдылығы арта түскен. Алайда пайдаланушылардың саны көбейген сайын бағдарламаның кем-кетігі де анықтала бастады. Сала мамандармен сұхбаттасқан әріптесім Алмас Амангелді қосымшадан келетін қатерді тізіп беруге дайын. Алмас, сөз кезегі өзіңде. Ну все, ары қарай осы видео жалғасады, бәлкім бұны көрген боларсыздар. Енді егер де осы видеоны көрген болсаңыз, бұған дейін, немесе дәл қазір көрген сәтте сізге қандай ой келді және сіз не ойладыңыз? Мен есімде осы елімізге осы індет келіп, қашықтан оқыту деген тақырып қозғалған сәтте осы видео шыққан болатын, шамамен 2 ай бұрын. Сол кезде білесіздер, білім және ғылым министрлігінен осындай бір указ келді, что Zoom-ды қолдануға болмайды, немесе мүлде қолданбаңыздар оны сабақта, тыйым салды ол нәрсеге, бүкіл мұғалімдер шулады деген сияқты осындай жағдай болды. Ал енді шын мәніне келген кезде, шынымен де осылай ма? Шынымен де Zoom приложениесі, қалай айтамыз, зиян ба? Зиян болса, қай жағынан зиян? Біз ары қарай ол нәрсені ойланған жоқпыз. Тіпті мына журналистердің өзі көріп отырсыздар, Атамекен бизнес деген ол жай канал емес, негізі Қазақстандағы беделді каналдардың бірі, тіпті осы хабарды бұқаралық ақпарат құралдары осы ақпарат таратты мысалы. Ал енді шын мәніне келген кезде, вот қазір мына чатқа бізге әріптестер жазып жатыр, ойларын оқып кетейін. Жоқ, бұл жерде басқа нәрсе. Жоқ, зиян деп ойламаймын, біз 2 ай бойы Zoom-мен өткіздік. То есть мен де осы нәрсені айтқым келіп отыр, шын мәнінде бұл приложениенің ешқандай бір зияны жоқ. Зияны болған күннің өзінде, құрметті әріптестер, ол жерде файл cookie деген нәрсе болады, программисттер өте жақсы біледі. Осы нәрсеге сіз өзіңіздің, яғни де төлем карталарыңыздың ақпараттарын қалдырған жағдайда, өзінің бір защитаны дұрыс сақтамаған жағдайда, то есть одан кейін бұл нәрсені жасайтын хакерлар, олар да жасаған кезде кез келген адам жасамайды, то есть бәлкім де бір-екі сондай жағдайлар орын алған болар, бірақ бұл жерде Zoom приложениесінің дым қатысы жоқ, яғни ол жерде кінәлі айналып келгенде қолданушының өзі да. Бірақ осы нәрселерді, ақпараттарды интерпретация жасамай, осы нәрсені толық сыни тұрғыдан өткізбей, ойланбай, көп адамдар шешім қабылдады. Жалпы бұндай жағдайлар өте көп та. Айта беретін болсақ, вебинардың уақыты жетпейді. Сондықтан осы жерде сыни тұрғыдан ойлауды, негізгі сұрақтар қандай болу керек деген
мәселе туындайды. И мен сіздерге көрсете кетейін, ең бірінші мен неге сенемін и нені білдім, то есть адамның өзінің изначально по умолчанию қандай да бір наным сенімдері болады, немесе мен қандай жаңа нәрсе үйрендім, немесе жаңа қандай ақпарат алдым, менің ойлау жүйеме осы нәрсе әсерін тигізді ма, яғни ойымды өзгерте алды ма, өзгерте алмады ма, егер өзгертсе қалай, немесе қай жағына қарай өзгертті, или болмаса бұдан маған қандай пайда бар, қандай жаңа нәрсе бар деген сияқты осы сұрақтар жалпы сыни тұрғыдан ойлаудың негізгі сұрақтары болып табылады екен, құрметті әріптестер. Енді ары қарай кетейік, осы сыни тұрғыдан ойлауға үйрету біздің шын мәнінде педагогикамыздың ең негізгі амалдарының бірі болып саналу керек деп ойлаймын. Ол кез келген пәнге қатысты, тіл пәндері болсын, немесе жаратылыстану пәндері болсын, то есть бүгін біз осындай сұрақ қойған болатынбыз. Кстати, сіз қандай пәннің мұғалімісіз деген, сол кезде қазір айтамыз оның не үшін екен, бірақ та айта кетейік, 25% біздің арамызда жаратылыстану пәндері мұғалім екен, тіл мамандары 31% екен, ең көбі. Бастауыш пәндер мамандары бар екен 25%, гуманитарлық ғылымдар бар екен, тарих, география, экология 13%, и 6% басқа пән мұғалімдер екен. Сол айтайын дегенім, барлық пәнде сыни тұрғыдан ойлауға үйретудің арнайы жолдары бар, және біз оны жақсы білуіміз қажет. Енді сыни тұрғыдан ойлау, құрметті әріптестер, бізге не нәрсені береді, жалпы оқушыларға не береді? Ең бірінші ол өзгелердің көзқарастары мен дәйектерін, яғни ақпараттарын жақсы түсінуге және бағалауға мүмкіндік береді екен оқушы үшін. Одан кейін көрсетілген мәліметтер мен дәлелдер арқылы дұрыс ойланады және сәйкес келетін тұжырым жасайды. То есть бұл сыни тұрғыдан ойлай алатын адамның екінші қасиеті екен. Бір жағдай айтып кетейін, тоже өзім естімегем, өзім көрмегем, но адамдардан естігем. Осындай бір жағдай болған екен, кішкентай сыныптар, там бастауыш сыныптарында болған жағдай. Яғни сыныпта ертөстік деген ертегіні өтіп жататын мұғалім, сөйтіп әңгімесінің барысында мұғалім айтады: ертөстік деген міне қандай батыр, қандай жаңағыдай тұлға, мықты, тез өскен, енді вымышленный персонаж болса да, осылай ертөстікті мақтап отырады, жаңағыдай сұрақ қояды: балалар, сендер солай болғың келе ма деген сияқты. Сол кезде, оказывается, бір бала айтқан екен, кішкентай бала, енді ертөстік болса, ертегі болса, демек ол бірінші, екінші класс, максимум, даже может нулевой класс. Айтады: жоқ, мен ертөстік сияқты болғым келмейді дейді. И өте таңғалатын жағдайда, и мұғалім сұрақ қояды: неліктен, то есть қызық қой екен, неліктен кішкентай бала қояды, ертөстік сияқты болғым келмейді. Айтады: ертөстік былай айтқан кезде шын батыр емес дейді. Неге? Себебі қарап тұрсақ, ертегінің мазмұнына қарайтын болсақ, бүкіл жаңағыдай ерлікті оның достары істеп береді дейді. Мысалы, жаңағы достары бар ғой, қалай еді, таусоғар, сосын жел аяқ, сосын жүгіретін, сосын су ішіп қоятын, жаңағы көл шер ма қалай. Жалпы осы достары бүкіл нәрсені істеп берген, ертөстік просто осыларды ұйымдастырып жүрді дейді. Ал нақты конкретно өзінің бойында ешқандай супергеройлық қасиет жоқ дейді, ертөстіктің тез өсетіні болмаса. И былай қараған кезде тоже кішкентай бала үшін, бірінші класс бала үшін ол өте үлкен ойлаудың дәрежесі деп түсінемін өз басым. Өздеріңіздің ойларыңызды комментарийға жаза отырыңыздар. Ары қарай қарама-қарсы пікірлерді тыңдай алады және өзіне қатысты өзгелердің болжамдары мен сындарын қарсы алады екен осы сыни тұрғыдан ойлайтын бала. Өз тұжырымдарын жеке басының қызығушылығымен, қажет деп санаған оймен емес, нақты дәйектермен негіздейді. Бағанағы мысалы, бірінші айтқан мысалда, тоже бала ол өзіне қатысты айтып жатқан жоқ, ол жалпы бүкіл адамзатқа қатысты ойлап тұр, өзінің санаған ойын. Немесе өзінің дүниетанымын қалыптастыратын нанымдарын саналы түрде қабылдайды. Егер де өзінің критикалық ойына қарсы болса, көпшіліктің пікірімен келіспеуден қорықпайды дейді. Мысалы, білесіздер, мына қазақта сөз бар: халық айтса, қалып айтпайды. Кстати, осы сөздің өзін Абай атамыз өзі сыни тұрғыдан қараған осы нәрсеге. Өйткені шын мәніне егер де қарайтын болсақ, керісінше иногда егер де жағдайлар бар, халық айтса, наоборот, шатасып кетеді да, то есть халық айтса, наоборот, қалып айтып қалады. Мысалы айтып кетейін бір жағдайды, енді бұл ғылымдарға қатысты, әрине өз ойыңызды жаза отырыңыз. Николай Коперник деген болған, ол жердің күнді айналатынын ең бірінші болжаған, дәлелдемеген, болжаған. Өйткені оған дейін білесіздер, адамзат ойлаған, что күн на самом деле бізді айналып жүр.
күн жұлдызы бізді айналып жүр, ал жер бір орында тұр, как геоцен. Шын мәнінде олай емес қой, жер немесе басқа планеталар күнді айналып жүр. Осы кезде Николай Коперникті прям өте халықтың дұшпанын санап, оны не дейді, әртүрлі сол кездегі тілмен айтқан кезде жын шайтандарға балап, в общем, солай өртеп жібермекші болған, сондай историялар бар. Но шын мәніне келгенде Николай Коперник халық емес, Николай Коперник бір адам дұрыс айтып отырды. Сол сияқты енді жағдайлар бар да, сондықтан ол халық айтса қалып айтпайды деген бүкіл кезде орындала береді деп айта алмаймыз. Сол сияқты мына критикалық ойлай алатын адам көпшіліктің пікірімен келіспеуден қорықпайды екен. И ең соңғы, бұл қиындық пен кедергілерге қарамастан ақиқатты орнатуда табандылық танытады. Міне осы негізгі қасиет екен. Енді сіздер сұрақ туы мүмкін, сіз бұлардың барлығын қайдан біліп айтып отырсыз деген. Мен сіздерге осы жерде бір кітапты ұсына кетейін. Жалпы авторлары қазақ, қалай айтамыз, авторлар Ғабит Бекахметов және Әйгерім Қаржымбаева деген авторлар. Қазақша тілде де бар және орыс тілінде де бар. Критикалық ойлау негіздері деген кітап. Осы кітаптың егер сізде бар болса, білетін шығарсыз, жоқ болса интернеттен жүктеп алсаңыз болады, ал егер таппасаңыз чатқа жазыңыздар, біз сіздерге осы кітапты береміз. Жалпы осы кітаптан қарайтын болсаңыздар, сыни тұрғыдан ойлаудың ең маңызды бөлімдерін, мақсаттарын, жалпы сұрақты қалай дұрыс қою керек, баланың бойында қалай сыни тұрғыны дамыту керек, соған байланысты өте көптеген тапсырмалар береді, өте көптеген жаттығулар береді, барлық жауаптармен өте өз басым өте ұнаттым осы кітапты, сіздерге де оқуға кеңес беремін. Так, чатты бір көре кетейік, адамдар жазып отыр екен. Электронды нұсқасы қажет өтініш дейді. Жақсы, Ажар ханым, біз сізге жалпы осы вебинардан кейін барлығыңызға осы кітаптың электронды нұсқасын жібереміз. Қазақ тілінде, егер кімге орыс тілінде қажет болса, орыс тілінде де бар принципе. Ал енді мен сіздерге өзімнің пәнімде, яғни физика пәнінде, немесе жалпы жаратылыстану пәндерінде қалай баланың сыни тұрғыдан ойлау қасиетін дамытамын. Оған қандай да бір сервистер бар, осы жайлы бір-екі ауыз сөз айта кетейін. Жалпы қазір слайдта көрініп тұрған FET Interactive Simulations деген бар. Өйткені біз бағана сауалнамада осы себепті алған болатынбыз. Жаратылыстану пәндері мұғалімдері бар ма? Егер бар болатын болса, сол кісілер осы нәрсені біле ме екен, жалпы қолданып жүр ме екен, қолданды ме екен деген сияқты. Осы сервисті қазір мен сіздерге көрсеткім келіп отыр. Қазір кешіріңіздер. Все түсінікті. Так, сіздерге қазір көрініп тұру керек осындай бір симуляция. Егер көрініп тұрса, чатқа плюс қойып жіберіңіздер. Ол жерде сіздерде пушка тұру керек, жалпы виртуалды лаборатория тұру керек. Жақсы. Енді қараңыздар, бұл жалпы осы FET Colorado деп аталатын симуляциялардың жинағы, қазір мен толық тоқталып өтем. Бір ғана примерін көрсетіп кетейін, сыни тұрғыдан балалардың ойлауын қалай дамытамын. Мысалы, қарап отырсаңыздар, мына бір пушка тұр. Пушка деген білесіздер, ол осыдан 100 жыл, 200 жыл бұрын өте, бұл айтқан кезде қазіргі таңдағы ядролық қарулар секілді өте бір жойқын күші болған қарудың бірі, суық қарудың бірі. Солай әңгімені бастасаңыздар болады оқушыларға. И осы пушкамен қазір біз не істеуіміз керек? Осы пушкамен біз өзімізден 19,8 метр тұратын қашықтықтағы нысанаға дәл тигізуіміз керек, яғни оқ ату арқылы дәл тигізуіміз керек. Біз соны қалай жасай аламыз? Сіз осылай оқушыларға сұрақ қойсаңыз болады, және оқушылар, олар сізге әртүрлі жауаптарды ұсыну керек. Олар әртүрлі ұсыналады, біріншіден дәптерлерінен жазу арқылы, немесе хормен айту арқылы, немесе кезек-кезек тұру арқылы деген сияқты. Қазірде егер сізде қандай да бір нұсқалар болса, сіз тоже чатқа жаза отырыңыз. Бұл жерде біз екі нәрсені өзгерте аламыз. Біріншісі, ол бастапқы жылдамдықты өзгерте аламыз. Оны біз ағылшын тілінде initial speed деп айтамыз. Және де біз осы
пушканың градусын өзгерте аламыз. Бастапқыда қандай градуста тұр, соны қандай градус. Яғни градусты и бастапқы жылдамдықты өзгерте аламыз. Сонда оқушыдан сұраймыз, қандай градус қою керек? Оқушылар айтады сізге, ну, допустим, 50 градус қылыңыз дейді, жылдамдықты, допустим, 20 метр секунд қылыңыз дейді. Әртүрлі сізге нұсқалар айтады, сізде өз нұсқаңызды чатқа жаза отырыңыз. Сөйтеді да, енді атыңыз дейді. Сіз оқушылармен толық келісіп алғаннан кейін аласыз да, оларға бірнеше даже попытка беріп қойсаңыз да болады. Сөйтіп, осы жерде пушканың атасы. Ол үшін мұндағы қызыл кнопканы басатын болсақ, міне, пушкадан бізде оқ шықты. И көріп отырғандарыңыздай біз нысанаға дәл тигізген жоқпыз. Енді бұл бірінші попытка кетті. Екінші попыткада оқушылар не істейді? Сәйкесінше жылдамдықты азайтады. Мысалы, жылдамдықты 15 метр секунд қылып қояды. Мына жердегі может градусты үлкейтеді, может градусты азайтады деген сияқты. Ну, допустим, 30, ну, давайте 25 градус қылып қояйық. Сөйтеміз да біз атамыз, ол кезде оқ жетпей қалады. Демек, тағы бір нәрсені өзгерту керек деген сияқты. Осылай сіз пока нысанаға дәл тигенше оқушылардан сұрай бересіз. Енді оқушы ең соңында әйтеуір олар бірнеше попыткадан кейін жауабын табады. Ал енді дұрыс жауабы бұл жерде 15 метр секунд және 30 градус, по-моему, атқан кезде ол нысанаға кеп дәл тиеді. И енді осы жерде сіз оқушыға өте маңызды сұрақ қоясыз. Балалар, осы нысанаға біз қазір бірнеше попытка арқылы тигіздік, ал енді ешқандай, то есть попытканың санын не алмайды, бір ғана попыткадан біз қалай тигізе аламыз, бір ғана әдіспен қалай тигізе аламыз. Осы нәрсені сіз өздеріңіз үйден ойланып біліп келіңіздер десеңіз, бала сізге ертеңіне бәлкім сондай формулаларды, қандай әдістер бар екен, және бір атқаннан қалай тигізуге болатынын барлығын уже өз бетінше ізденіп келуі мүмкін. Яғни сіз бұл жерде не істедіңіз, тек қана сыни тұрғыдан ойлауға байланысты сұрақтар қойдыңыз, ары қарай бала өзі ізденіп, зерттеніп келді. Жалпы осындай симуляциялар өте көп, және солардың бірі феткалар деп аталады. Қазір мен сіздерге толық бір нұсқасын көрсетіп жіберейін. Бұл жаратылыстану пәні мұғалімдер үшін, ал нақты айтқан кезде физика пәні мұғалімі үшін, математика пәні, химия, биология, немесе тағы сондай пәндер үшін өте пайдасы мол болмақ. Сондықтан сайттың аты fet.colorado, .edu деп аталады. Міне сайтқа кірсеңіз, осы бет ашылады. Қазір кішкене, міне. И осы жерде қарасаңыз, міне әртүрлі тақырып бойынша, пән бойынша, және де grade level деген, яғни сыныптар бойынша, яғни төменгі сынып па, жоғары сынып па, немесе университет па деген сияқты, жалпы қандай программалау тілінде жазылған бойынша, әртүрлі бойынша сізде өте көптеген симуляциялық ойындар деп айтамыз ба, сондай бір нұсқалар бар. Сіз осыны өз сабағыңызда қолдана аласыз. Бұл сіздер үшін жақсы ресурс болмақ. Бір ғана нюансы ағылшын тілінде, бірақ та мен ойлаймын, бұл сіздерге қосымша кедергі туғызбайды, себебі мұнда суретіне қарап, немесе жалпы структурасына қарап, көп нәрсені түсініп алуға болады, құрметті әріптестер. Сондықтан осы ресурсты өздеріңіздің дәптерлеріңізге немесе бір жерге түртіп алсаңыздар болады. Ал біз ары қарай қозғаламыз. Келесі нәрсе бұл оқушыларды, құрметті әріптестер, сұрақ қоюға үйрету екен. Өкінішке орай, осы жерде көп ұстаздар қателіктер жасайды. Сұрақ қоюға біз оқушыларды көп жағдайда үйретпейміз, және бұл өте жаман нәрсе негізінде. Мен нақты айта аламын, что мен оқыған мектепте, по крайней мере, бізді сұрақ қоюға үйреткен жоқ. Себебі ұстаздар тіпті сабақтың өзінде сұрақты өте аз қоятын. Мына кейбір зерттеулерге қарайтын болсақ, құрметті әріптестер, негізінде бір сабақта кем дегенде 20 сұрақтан көп сұрақ қойылу керек екен, әрбір сабаққа қатысты бұл. Ал енді біз оқығандар бір күнде тіпті 2 сұрақты бәлкім алсақ аламыз, алмасақ ол да жоқ етінде. Сондықтан сіз сабақ барысында оқушыларға өте көп сұрақ қою керексіз, және оқушылар сабақ барысында өте көп сұрақ қоя алу керек екен. Енді мен осы тұрғыда көп ұстаздарын сұраймын, сұрақтың қандай түрлерін білесіз деймін. Сол кезде әріптестер айтады, сұрақтың тек 2 түрін ғана.
екі түрін ғана көп жағдайда айтады. Енді кейбір жағдайлар бар, сұрақтың үшінші, төртінші түрін айтуы мүмкін, бірақ көп жағдайда екі түрін айтады. Енді оны сіздер өздеріңіз біліп отырсыздар. Ол біріншісі жабық сұрақ, яғни орысша закрытые вопросы, немесе оны иногда фактические вопросы деп айтады. Және екінші түрін айтады ашық сұрақ, ол открытые вопросы, немесе оны көп жағдайда концептуальный вопрос деп те айтады, концептуалды сұрақ деп айтады. Енді айырмашылығын сіздер өздеріңіз жақсы білесіздер. Жабық сұрақ дегеніміз ол қандай сұрақтар? Когда ол сұрақтың жауабы нақты болған кезде, то есть я немесе жоқ деп жауап беруге болған кезде, мысалы сіздерге қазір пример ретінде мен айта кетейін. Мысалы қазақтың, допустим, ұлы ақыны кім десек, Абай бар, қазақтың ұлы ақыны кім? Бірақ қана жауап беріледі, Абай деп болды. Бұл жабық сұрақтың түріне жатады. Немесе жаратылыстану пәндеріне қатысты айтатын болсақ, күн жүйесінде қанша жұлдыз бар? То есть жауабы бір ғана жұлдыз бар, бұл басқа жұлдыз жоқ. Сол сияқты там Норвегияның астанасы қандай? То есть жауабы Осло. Болды, басқа жауап жоқ, өйткені бір ғана астана бар, сол сияқты бұларды жабық сұрақтардың түріне жатқызады екен. Ал ашық сұрақ дегеніміз ол открытые вопросы, уже бұл жерде сұрақ уже басқаша қойылу керек. Яғни Абай Құнанбаевтың мысалы неліктен ұлы ақын болған десеңіз, бұған уже бір ғана жауаппен бере алмайсыз. Өйткені бұл жерде жауаптары әр кезде әртүрлі болуы мүмкін. Әркім әртүрлі өзінің ой санасына қатысты жауап беруі мүмкін. Немесе күн жүйесінде планеталар бір-бірімен байланысты қалай қозғалады? Ол жерде де жауап өте көп, ғылыми научный обоснование өте көп. Немесе Норвегия мемлекетінің астанасы жалпы қандай? Қандай деген бұл жерде сын есімдік сұрақ болып тұр. Жалпы сіз ол айта аласыз, ол Норвегияның оңтүстігінде орналасқан, Жерорта теңізіне жақын орналасқан, погодасы қоңыр салқын, немесе осындай көлемі мынанша, халық саны осынша деген сияқты, осылай толық жауап беретін болса, бұлар ашық сұрақтың түрлері болады екен. Енді тағы бір сұрақтың түрі бар, құрметті әріптестер, ол альтернативті сұрақ деп айтады, немесе дебатный вопрос дейді. Альтернативті сұрақ дегеніміз, ол құрметті әріптестер, сұрақтың екі жағы болған кезде, немесе оны дебатный сұрақ деп айттық. Мысалы, мына алаш қозғалысына байланысты айтатын болсақ, Әлихан Бөкейхановтың көзқарасы дұрыс болды ма, әлде Мұстафа Шоқайдың көзқарасын қолдайсыз ба деп сұрақ қоятын болсаңыз, бұл жерде уже сынып сізде екі топқа бөлінеді. Бір тобы Әлихан Бөкейхановтың көзқарасын жақтайды, бір тобы Мұстафа Шоқайдың көзқарасын жақтайды сөйтеді, олар бір-бірімен дискуссия болады. Ғылымдарға қатысты айтатын болсақ, мысалы, Томас Эдисон деген бар, білесіздер, өте мықты практик болған, және сол замандарда Тесла өмір сүрген. Никола Тесла деген өте мықты практик ғалым. Вот сол фильм бар, жалпы научный фильм, көрсеңіздер болады, «Война токов» деген. Физиктер болса өте жақсы біледі. Сол кезде айтасыздар, кімнің трюктары өте мықты болды, мысалы Томас Эдисонның ба, әлде Никола Тесланың ба деген сияқты. Немесе Норвегияның астанасы Осло болған дұрыс па, әлде қандай қалалар бар Норвегияда? Трёмсе деген мысалы қала бар, сол болған жақсы ма, и ары қарай уже дискуссия кетеді. Бұл жерде жоқ, Осло болған дұрыс, себебі ол мына жақта центрге жақын орналасқан, мына жаққа теңізге шығып кетуге болады. Біреу айтады, жоқ, Трёмсе болған дұрыс, себебі ол солтүстікке қарай, ол жақта океанға выход бар деген сияқты, уже ары қарай дискуссия кететін болса, бұл альтернативті сұрақ болады екен. Немесе риторикалық сұрақ деген бар, білесіздер, риторикалық сұрақ деген ол қандай сұрақтар? Риторикалық сұрақтар деген, который жауабын беру шарт емес, либо жауабы слишком очевидный болған сұрақтар. Вот мысалы, Абай Құнанбаев қандай ұлы ақын болған десек, допустим, қандай ұлы ақын болған? Бұған жауап берудің қажет жоқ. Жауап берген өзінде не деп жауап бересің бұған? Нақты қалай? То есть бұл жалпы әңгіменің арасында кетіп қалатын сұрақтар, қандай ұлы ақын болған. Немесе мысалы галактикада қанша жұлдыз бар десек, оның нақты санын ешкім білмейді ғой бәрі, нақты жауап жоқ оның. И бұл жерде интонацияда рөл ойнайды екен, құрметті әріптестер. Мысалы, мына сұрақты, допустим, Норвегияның астанасы қандай деген сұрақты біз жабық сұрақ ретінде қойсақ та болады, риторикалық сұрақ ретінде қойсақ болады. Мысалы, жабық сұрақ қандай, нақты қандай, ал риторикалық сұрақ болса, Норвегияның астанасы қандай десек, уже, то есть интонацияны осылай қойсақ, онда ол риторикалық сұрақ болып кетеді екен, то есть ары қарай мысалы айнала зеркальные вопросы деген бар, вопросы внушения деген бар, вступительные вопросы деген бар,
заключающий вопросы. Жалпы сұрақтардың түрлері өте көп негізінде, және де сіз пәніңіз қандай болғанына қарамастан оқушыларға осы сұрақтардың түрлерін как минимум ажырата алатындай дағдыны қалыптастырып кетсеңіз өте жақсы болатын еді. Енді оны өзіңіз жақсырақ түсіну үшін мынандай бір кітапты ұсынамын. Кітапты прям керемет, супер деп айтпаймын, но осы кітаптың ішінде өте көптеген сұрақтардың түрлерін, оларды мысалдарымен, оларды яғни түрге бөліп жіктеп көрсеткен. Сондықтан бәлкім осы дағдыны дамыту үшін сізге пайдасы тиюі мүмкін. Кітаптың аты «Как узнать все, что нужно, задавая правильные вопросы». Жалпы авторы Фрэнк Сеснел деп аталады, оқып көрсеңіздер болады, жалпы интернетте қолжетімді. Сол кезде сізге өте жақсы сұрақ қою дағдысын дамытатын ойлар келуі ықтимал. Бізде сұрақтар бар екен, тоже жіберіледі ме сізден дейді. Егер қажет болып жатса, жіберейік. Қажет емес болса, көреміз. Енді бәлкім кейбір ұстаздар ол нәрсені тіпті білетін де шығар. Жақсы, енді бір әдісті көрсетейік. Ударник әдісі деп аталады. Опять же, бұның аты қатты маңызды емес. Өйткені әрбір жерде әртүрлі айтылады. Ағылшын тілінде мүлде басқаша айтылады. Кейбір кезде ойынның аттарымен айтылады. Мысалы, пятница деген ойын бар. Қазір мен сіздерге видеосын көрсетейін. Просто осы ударник әдісін түсіндіру үшін, жалпы осы бір видеоны интернеттен іздеп таптым, бірінші көріп алайық, содан кейін сіздермен сөйлесеміз ары қарай. Перед началом игры перемешайте карты и наденьте на голову специальный обруч. Первый игрок берет одну карту и помещает ее себе на лоб. На карточке написано, что он, например, будильник. Теперь у игрока будет ровно 1 минута, чтобы разгадать слово, указанное на карте. Для этого нужно задавать наводящие вопросы. Игрок может воспользоваться примерами из карточки-помогалки или выдумать свои собственные. Например, игрок может спросить: «Я человек?» «Нет». «Я животное?» «Нет». «Я растение?» «Нет». «Может, тогда я гоблин?» «Да нет же». «Я какой-то предмет?» «Да». «Я издаю звуки?» «Да». «Я будильник?» «Молодец!» Если игрок угадал слово, то он получает 1 очко. Далее ход переходит к следующему игроку. В игре побеждает игрок, набравший большее количество угаданных слов. Желаем вам чумовой вечеринки! Жалпы ойын осылай. Мен бұл арқылы тек қана сізге ойынның жалпы ережесін ғана көрсеткім келді. Тура осылай сіз де өзіңіздің сабағыңызға қатысты, терминологияға қатысты осы ойынды ойнатсаңыздар болады. Ол үшін сіз оқушыларды бірнеше топқа бөлесіз, және де осындай маңдайларына қандай да бір обруч жасап қойсаңыздар болады. Немесе ол да қатты егер жоқ болса қажет емес, просто маңдайларына сондай бір сабаққа қатысты терминді жабыстырады, және ол термин өтілген болуы мүмкін, өтілмеген болуы мүмкін. Ең басты нәрсе бұл жерде адам сұрақты дұрыс қоя алуы, және сол сұрақты келген жауаптарды дұрыс анализ жасап, осы маңдайындағы жазылып тұрған сөзді максимально тез табу керек. Осы нәрсені жасатқызуыңызға болады. Ары қарай жылжиық. Бұл ойынның аты ударник әдісі. Бұны сіздер сабақтарыңызда қолдансаңыздар болады. Настольная игра «Пятница». Келесі әдістің аты сұрақтар уақыты, немесе ағылшын тілінде question time method деген бар. Бұл әдіс жалпы қалай жасалатын бірінші айта кетейік. Ең бірінші сіз сыныптың әр бұрышына сол тақырыпқа қатысты ресурстарды қойып қоясыз. Мысалы, ол сабағыңызға қатысты суреттер болуы мүмкін, артефакттар, то есть егер тарих баяны болса, фотосуреттер болуы мүмкін, диаграммалар болуы мүмкін, плакаттар, карталар, немесе тексттер болуы мүмкін, видеоролик, презентация, яғни кез келген өзіңіздің сабағыңызға қатысты заттар болуы мүмкін. Осы нәрсені орнатып қоясыз. Одан кейін оқушылар немесе топпен, немесе жұппен әр ресурсқа қатысты осы өзінің сұрақтарын ойластыру керек. Мүмкін болса, осы нәрсені әр оқушы өздерінің сұрақтарын, яғни дәптерлеріне немесе өздерінің блокноттарына жазып шығу керек. Және ең соңында осы жаттығу біткеннен кейін барлығы шеңбер құрып өз сұрақтарын ортаға салып бір-біріне жауап беру керек. Яғни осы кезде көрінеді оқушылар ресурстарды қаншалықты дұрыс
қарады, оларды қаншалықты дұрыс яғни сараптады, қаншалықты дұрыс бақылады және тағы басқа. Сөйтіп сұрақтары әртүрлі болуы мүмкін. Сәйкесінше сіз оған дейін сұрақтардың түрлерін үйреткен болсаңыз, онда тіпті сіз оларға айта аласыз. Қазіргі қойылатын сұрақ ол риторикалық сұрақ болу керек, немесе альтернативный сұрақ болу керек, немесе жабық сұрақ болу керек, ашық сұрақ болу керек деген сияқты. И оқушылар яғни осыған, яғни сіздің талабыңызға сәйкес өздерінің сұрақтарын айтатын болады. Бұл арқылы сіз тағы да оқушының сұрақтар қою дағдысын арттыра аласыз. Немесе тағы да бір ойын бар, ол шығыс базар деп аталады, орысша восточный рынок. Міне суретте көргеніңіздей, сіз парталарға қойып қоясыз, және де яғни бұл жерде сатушы болады и сатып алушылар болады. Оқушыны опять сіз топты екіге бөліп қоя аласыз. Сөйтесіз да, мысалы, сатушы ретінде оқушы ол жердегі сұрақтарды алады және жауаптары сол жерде бәлкім болуы мүмкін, болмауы мүмкін. И оның алдына келген бала міндетті түрде сол, яғни картаны алады, сұраққа жауап береді. Сұраққа жауап берсе, сәйкесінше қандай да бір нәрсені сатып алады, то есть валюта ретінде бұл жерде уже сұрақ жүруі мүмкін. Ал жауап бере алмаса, сәйкесінше уже ала алмайды деген сияқты. И ең соңында кім бұл жерде көп валютаны алды, көп яғни заттарды алды, сол адам ұтады деген сияқты. Енді келесі нәрсе ол есте сақтауға дағдылау. Бұның жолдарын біз өткен вебинарда сіздерге көрсеткен болатынбыз. Бірнеше ойынның түрлерін, сол ойынның түрлерін күнделікті жасауға болады. Одан бөлек есте сақтауды, яғни дағдылау үшін басқа да ойынның түрлері бар. Мысалы, вербалды теннис деген әдіс бар. Вербалды теннис әдісі дегеніміз, ол қалай жасалынады, бірінші соған тоқталып кетейік. Ең бірінші бұл ойынның ойналатын сабақтың басында айтылып кету керек. Яғни балалар, біз бүгін вербалды теннис деген ойынды ойнаймыз сабақтың соңында. И бұл не үшін? Себебі сабақтың соңында, яғни мұғалім оқушыларды жүппен отырғызады, дайындыққа 3-5 минут береді. То есть қазір үшінші, яғни оқушылар бүгінгі сабақта өтілген ресурстар бойынша бір-біріне кезектес сұрақ қояды ғой, яғни сіз ойынның ережесін алдын ала түсіндірген болу керексіз. Сонда бала, сіз сабақ өтіп жатқан кезде ол әрбір терминді уже өзіне жазып алып, қазір мен осы нәрсені сабақтың соңындағы ойналатын ойында, яғни вербалды теннис деп аталатын ойында қоямын, сондықтан маған осы нәрсе керек деп, сіз айтып жатқан аргументтердің барлығын өзінің дәптеріне түртіп отыруға жағдай жасауы мүмкін. И жауап бере алу, теннис добын қайтару, ал жауап бере алмау, ұпай жіберіп алу болып саналады. Яғни бұны қалай түсінеміз? Қараңыз, екі бала, суреттегідей, былай отыр, біріншісі екіншісіне сұрақ қояды. Егер жауап берсе, демек ол теннистің добын қайтарды кері деген сөз. Ал егер жауап бермесе, значит ұпайын жоғалтты деген сөз. Тура осылай кезек-кезек бір-біріне сұрақ қойып отырады. Ең соңында жаңағы теннистағыдай, тура теннистағыдай өлшем жасап қойсаңыз да болады. И кімде көп очко бар, бәлкім даже мындай график қойып, кәдімгі финалға дейін баратындай етіп те бір ойын ойнатып жүрсеңіз болады. Шамамен 10-15 минутқа созылатын ойынның түрі. Бұл жаңағыдай оқушылардың есте сақтау дағдысын дамытуға қажетті тағы бір ойын. Яғни бұл жерде, бұл жалпы процесс целый сабақ барысында жүреді, осы нәрсені ескере кету керек. Тағы бір әдіс бар, есте сақтау тақтасы деп аталады, немесе ағылшынша memory board method деп аталады. Бұл ойында былай болады, құрметті әріптестер. Жалпы сіз сабақ басталмай тұрып, немесе сабақ басталғаннан кейін тақтаға сабаққа қатысы бар және қатысы жоқ бірнеше терминдерді жазып қойсаңыз болады. То есть мен мұнда 10-ға жуық термин деп көрсеттім, бірақ әрине сабағыңызға қатысты одан да көп, немесе одан кішкене аз қалсаңыз да болады. Жалпы терминдерді жазу керексіз. Сөйтесіз де балаларға сіз 1 минут уақыт бересіз, чтобы балалар сол терминдердің барлығын қарап отырып, 1 минуттың ішінде есте сақтап алу керек. Есте сақтап болғаннан кейін 1 минуттан кейін сіз тақтаны өшіріп тастайсыз, болды, ол терминдерді ұмытасыз, ары қарай сабағыңызды жүргізе бересіз. Сөйтіп, оқушылар сабақ барысында, оқушыларға айтасыз, сабақ барысында сол жаңағы кездескен терминдерді, егер кездессе ол термин әрине, сіз жазып отырасыз. Әрине ол терминдер кездеспеуі де мүмкін. Бұл арқылы сіз оқушының өте мұқият болуына
қалай айтады, жол ашатын боласыз. Және де сабақ соңында кім қанша терминді кездестірген жөнінде хабарлау керек, менде осындай отчет беріп өту керек. Яғни мен мысалы 3 терминді кездестіре алдым. Ол бірінші термин мына кезде кездестірдім, және оның қолданылуы былай болады, мағынасы былай болады деген сияқты. Біреу айтып отыр, мен 4 термин кездестірдім, біреу 10 терминнің барлығын кездестірдім. Біреу тіпті сіз кішкене қиындатсаңыз да болады, қай терминдер ішінде кездескен жоқ. И бала тұрады да кездескен жоқ терминдердің өзін сұрайтын болса, демек осы нәрсені айта алу үшін бала уже сіздің айтып отқан әрбір нәрсеңізді есінде сақтап отыруға тиіс болады. Есінде сақтап отыру қажет болады. Сондықтан сіз оған осындай бір мотивация беріп қоясыз. Сол әдістің аты есте сақтау тақтасы деп аталады. Жалпы бүгінге бергіміз келген әдістер осылар, құрметті әріптестер. Сіздер бәлкім кейбірін өз сабақтарыңызда қолданып жүрген боларсыздар, кейбірін бәлкім қолданбай жүрген боларсыздар. Ол жайлы чатқа жазып бізбен бөліссеңіздер болады. Жалпы осы тыңдағандарыңызға рахмет. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, чатқа жазсаңыздар болады.